Дариғаны соттағыш болса, онда мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Дариғаның 7 жылға сотталатынына сенсеңіздер, мына сұраққа жауап беріңіздер. Неге Назарбаевтың інісін соттамады, Қайрат Сатыбалдыны? Неге Дубайда ұстап алып қоя берді? Қазақстанға қайта келді, қоя берді? Неге оның бүкіл Қазақтелекомның 28,8% акциясын, бүкіл қазақ халқының интернетін, бүкіл жаңа 20 миллион қазақ халқының интернетін, бүкіл Қазақтелеком, бүкіл ресурсы, бүкіл байлығы, соның соншама ақшасын алатын болып, артынан алмайтын болып жіберді? Неге оның түрмедегі жағдайын көрсетпейді? Неге баспасөзде үнемі шығарып отырмайды? Кім тергеуші, неге айтпайды? Бұл бір. Екіншісі, Кәрім Мәсімовті тұтқындады. Артынан ең соңында бас прокурорға айтты, Кәрім Мәсімовте қылмыстық дәлел жоқ деді. Кәрім Мәсімовті соттамайтын болды. Ал неге? Не үшін? Енді Қазақстанда 20 миллион адамның ішінде біреу егер қылмысты болу керек болса, сол Назарбаев пен Мәсімов қой. Екі қолы білегіне дейін қанға малынған сұмырайлар. Ал енді осы сұмырайды соттамау деген ол қай ақылға сияды? Енді осы екеуін айтайық. Болат Назарбаевты ұстапты, ойбай, алақай, шүйінші, Болат Назарбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалады екен дейді. Қаншалықты деңгейде аңқау болуға болады енді осының бәріне сенсе? Балаға, сәбиге жаңа алданса күлетінбіз. Атамыз айтатын баяғыда. Ата, мен осыны қайтып дүниеге келдім дегенде, мен ат деп аузымды ашқанда аузымнан түсіп қалдың дейтін. Соған сеніп жүрдік. Мысалы, мен соған сенгеннің біреусі менмін. Мен ап деген кезде аузымнан түсіп қалдың дегенде, мен сол атамның аузынан түскен баламын деп жүрдім. Ол сәби кез. Бірақ біздің қазақ халқы қашан енді осы атасының аузынан түсіп қалған баланың осы қалын қай уақытқа дейін кешеді? Осындай болуға қалай мүмкіндік екен? Менің биім жетпейді. Ұрғары қарақшылардың біреу өзгерді ме? Жоғарда отырған қалың сұмырайдан біреу ұсталды ма? Шекара ашық. Бетпақтың даласындай шекара ашық. Қашып кетеді анау Еуропаға. Анау Байбек қашып кетеді. Нығматуллиніма қашып кетеді. Болат Назарбаев Қырғызға барып, айемі қырғыз қардаштар қош болғыла деді, ұшып кетеді Дубайға. Алтын Ордада әлі оның билігі жүріп тұр. Бүкіл жиналған салық әлі оған барып тұр. Алматы, Астананың бүкіл көшесіндегі анау ақылы көлік тұрақтар бірақ соныкі. Алматы, Астанада бір жолдың бойында тегін жол бар ма? Қаланың ішінде тегін бір жолдың шетіне көлігіңді қоя аласың ба? Жоқ. Бәрін автомат қойып қойған. Бәріне камера тұр. Ақша қайда барады? Бюджетке бармайды. Бәрі болаттыққа. Сол үніп көніп отырсыздар ғой, осы уақытқа дейін. 2 айда, 3 айда бір рет, 100 рет көлігіңе жаңағы көлік тұраққа ақша төлеп тұрсаң да бәрібір саған штраф кеп тұрады, төлемей қапсың. Неге? Ол ана 20 миллион халықтың ішінен тұрақты түрде компьютер өзі айналдырып, әркімге штраф салып отырады. Себебі 10 мың қазаққа 10 мың теңгеден штраф салып жүрсе, есептей бер. 10 мың қазаққа 10 мың теңгеден штраф салып жүрсе, есептей бер. 10 мың дегенің 4-0, 10 мың дегенің 4-0, 8-0 болады. Сонда 0,1 миллиард доллар болады. Немесе 100 миллион теңге болады. 10 мың қазаққа 10 мың теңге штраф салып бергенде 100 миллион теңге тауып отыр. Бұның бәрі шоу. Референдум деді. Шоу болды ма? Шоу болды. Алдандың ба? Алдандың. Анау қазақ қандары жиналыс өткізетін Ұлытауға барып, өңкей жаңағы, енді айтсам ұят енді. Сол бір-бірін марапаттап, шешендер көсіліп сөйлеп, сол
Ақыр заман болғанда жаңағы бітпейтін жиыс болады, жиналыс болады деген сол қалың жиналыс болып қайтты. Өтірік тон жауып, өтірік бір марапаттап, дүниені тындырған құсап қалың суайт, қалың ұры қарақшы қайтты. Немесе сол қарақшылардың қазанынан жүгін жалаған сатымсақ, жағымпаз, арсыз, ұятсыз, аталмыш интеллигент зиялылар барып қайтты. Болып бітті, не бітті одан ары? Референдум не шешті, құрылтай не шешті, ана Тоқаев келе салғанда құрған ұлттық кеңесіне шешті, өңкей жағымпаз арсыздарды жиып алған. Ішінде санаулы бірнеше ғана адам бар. Ештеңке шешілмейді, ештеңке шешілмейді. Тоқаев тек күн өткізіп отыр. Бүгін бір күн өтті ме, сұмырай оңбаған қазақтарды бір күн өткіздік бәйті, бір күн ұрдап қалу керек, жырдап қалу керек, болды. Басқа дым шешпейді. Өмірлерін қорлықпен өтіп жатыр ғой қазақтар. Алланың ақиқатын, жаратушының ақиқатын түсінсеңіздерші. Мына дүниеге Алла тағала бізді жібергенде біз жылап келдік мына дүниеге. Ал сонда Алла тағала неге шүкір, тәуба деп бізді дүниеге келген кезде шүкір деп, тәуба деп келіп жіберсе, Алланың хикметі жетпей тұр ма? Алланың күші, құдіреті жетпей тұр ма? Алланың күші, құдіреті бәріне жетіп тұр. Келген кезде Аллаху әкбар деп, Алла ұлы, шүкір, тәуба деп сөйтіп кесек, сөйтіп тіліміз шығып кесек болмас па еді? Алла сөйтіп жіберем десе болмас па еді? Алланың бізді дүниеге келгенде іңгәлап, шырылдап келгеніміздің өзі жыла деп тұр ғой. Жыламаған балаға шешесі демшек бермейді. Онай омыртқасын үзіп тұрып көтерген шешесі. Мына дүние күрес, талас жыл. Қойды кім жаратты? Алла жаратты. Қасқырды кім жаратты? Алла жаратты. Қойды жаратқан Алла қасқырды жаратпай қоймады ма? Не бір бейуаз қозыларды тамақтап өлтіріп. Міне сол.